Элизат Берікова бастаған экс-кешулік арулар топтан кетсе де шығармашылығын құлдыратпақ емес. Мәселен, ұжымнан ең алғаш түлеп ұшқан Сара Амангелдінің есімі бүгінде жеке әнші ретінде көпке танымал. Одан бөлек Сылқым соңғы кезде өзін актриса ретінде де байқап көруде. Жуырда Сара басты рөлді сомдайтын кезекті картинаның тұсауы кесілмек. Өнердің бұл жолында оған анасы көмектесіп жатқаны да жасырын емес. Мен бұл рөлді алып шықпасам, маған халық сенбейтін сияқты. Сондықтан да бұл жақта да өте ответственность болып тұр. Сен енді ойлаймын, мүмкіндігінше жүрекпен алып шығуға тырысамын. Өйткені бұл сценарийді негізі анам маған арнап жазған, келін жаннан да солай. Бөлек кеткендердің тағы бірі Балжан Бидаш. Әнші топтас құрбыларынан қалыспай, осы жылы тұңғыш бейнебаянының тұсауын кескен еді. Менде қазір продюсер жоқ, мен өзім жеке жұмыс істеудемін. Топта жұмыс істеген ол бір бөлек, әрине ол жерде бәрін дайындап береді, сен барасың, киіміңді киесің, боянасың, шығасың деген сияқты. Ал бұл жерде мен өзім жеке болғандықтан әр майдан әрсеге өзім жүгірудемін. Одан бөлек Сылқым киім сататын дүкен ашып, кәсібін дөңгелетіп, бизнес-вумен атанып жүрген жайы бар. Экс-кешулік арулардың ішінен әзірге белсенділік танытпай жатқан тек Назым ғана. Десе де бұл үнсіздікті дауыл алдындағы тыныштық деп қабылдағанымыз жөн болар. Өнерпаздың анасы өз кезегінде қызының өнерден алыстамайтынын айтқан еді. Мен продюсердің бұрын анасы ретінде айтатын болсам, өбістен бала өнер жолында. Бұл кешу тобындағы Назымның жұмысы бұл бір қадамдардың біреуі болды. Ол жақтағы жұмысы бітіп, енді ары қарай өзінің жеке шығармашылығын жалғастырмақпыз. Бүгінде Назым тырнақалды бейнебаянын таспалауға дайындалуда. Одан бөлек Сылқымды кино әлемінен де көріп қалсаңыз, еш таңғалмаңыз. Бүгін ғана маған звондады, бір рөлге, соны ойластырудамыз. Енді көре жатармыз кинода, я.